Қазіргі таңда біз кір сабынды киім жуғанда көмекші құрал ретінде ғана пайдаланатын болдық. Бірақ оның адам денсаулығына тигізер пайдасы да мол. Адамның қолына тікен немесе ағаштың жаңқасы кіріп кеткен жағдайда, оны инемен тескілеп жанымызды ауыртамыз. Осындайда кір сабынды жылы суға езіп, дәкеге қалыңдау етіп жағып, тікен кірген жерге таңып қойсаңыз, 1 сағаттың ішінде тікен өзінен өзі сыртқа шығады. Егер шашыңыз қалың әрі ұзын болғанын қаласаңыз, онда мамандар шашыңызды кір сабынмен жууға кеңес береді. Сусабынды пайдаланып болған соң, артынша басты кір сабынмен жуу керек. Содан соң суға 1-2 тамшы сірке суын қосып, шашты қайта жусаңыз, шаштың түбін қатайтуға көмектеседі. Оған қоса таз ауруына шалдыққандарға дәрігерлер кір сабынмен жуынуға кеңес береді. Бетті аптасына 2 рет кір сабынмен жуу керек. Ол беттің тері қабатына терең сіңіп, бетті майланудан сақтайды. Кір сабынмен жуынғаннан кейін артынан балаларға арналған крем жағуды ұмытпаңыз. Моншаға түсуді ұнататындарға кеңес. Буға түсерде сыпырғыны кір сабын салынған суға батырып қолданса, теріңіз тазарып қана қоймай, денеңіз сергіп қалады. Сулы бет-орамалды кір сабынға үйкеп, ащы иісін 5-10 минуттың күніне 3 рет иіскеп тұрған адам тұмаудан айығады. Күйіп қалған жараға немесе отқа күйгенде сабынды езіп жақсаңыз, ісікті қайтарып, ауырғанын басады. Ит тістеп алған жағдайда қан тоқтағаннан кейін жараға сабын ерітіндісіне малыған дәкені басыңыз. Құлап қалған жағдайда дереу кір сабынды жағыңыз. Ол көгеруден сақтайды. Кір сабын табиғи және экологиялық таза өнім. Кір сабын тіпті қатты сіңген кірді де кетіре алады. Суық суда да, ыстық суда да жууға болады. Жүннен тоқылған бұйымдарды кір сабынмен жуу пайдалы екені анықталған. Олар үлпілдек әрі жұмсақ бола түседі. Адам үшін толық зиянсыз, себебі тек қана табиғи құрамдас бөліктерден тұрады. Ол аллергия тудырмайды. Сонымен қатар тіпті жас балалардың киімдерін жууға да болады және теріні тітіркендірмейді. Безеуді, қабынуды басады, кішкене жараларды, сызаттарды емдейді, іріңді жараларды дезинфекциялайды, қырынудан кейінгі тітіркенуді басады, жануарлардың шағу жарасын дезинфекциялайды, ісінуді, көгерген ауруды басады, гематоманы жояды, төмендегі аяқтың саңырауқұлақтарына көмектеседі, күйік ауруын басады, тез жазылуына ықпал етеді. Гинекологиялық ауруларда қолданылады, қайызғақты кетіреді. Кір сабын едендерді, жиһаздарды, терезелерді, балалар ойыншықтарын және кез келген тұрмыстық ыдыстарды жууға арналған жуғыш зат ретінде өте пайдалы. Жуғаннан кейін бұтаның немесе бақшаның астына сабынды су құйсаңыз, өсімдіктер өлмейді. Бұл жерде химияның жоқтығының көрсеткіші. Тағы бір плюс пайдаланудың қарапайымдылығы және бұл өнімнің жарамдылық мерзімін бақылаудың қажеті жоқ. Пайдалы кеңес ұнаса, каналыма тіркеліп қолдап қойсаңыздар.